естіп көріп отырғандар міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegramға бөлісіп, Алпыс апа 70 жезделеріңізге жеткізіңіздер. Гаухар Жебегенова дейді. Осылар бір боғауыз сөз жазыпты, болды ғой, шетелде жатып алып әңгіме айтып, келіп шешпейсіңдер ма дейді. Гаухар Жебегенова, боғауыз сөзіңіз өзіңізге. Сіз елге барып шешкен Дулат Ағаділдің қабірінің қайда екенін білесіз ба? Дулаттың қалай өлгенін естідіңіз ба? Дулат Ағаділдің. Оның баласының қалай қыршыннан қиылғанын білесіз ба? Арон Атабекті соттағанда сіз барсыз ба, жоқ бүлдіршін сәби болдыңыз ба? Арон Атабекті 15 жыл түрмеде 17-18 жерін сындырып, осы былтыр ғана түрмеден шығарғанда біз шырылдадық. Аронды шетелде емдетейік, кем дегенде онлайн консультант жасатайық дегенде, сіз тырт-тырт қасынып, борбайыңызды тырнап, сасық көрпеңізде сасықбайыңызды құшақтап жатқан шығарсыз. Аронды сөйтіп өлтіріп тастады. Естідіңіз ба Арон деген адамды? Елге келмейсіз ба дейді. Заманбек Нұрқатылды атып тастағанда сіз бойжеткен болып, қайда той бар екен, қайда Шымкенттің көшесіне шықсам, байсыраған, қатын сыраған біреу алып қашам екен деп ырбыңдап жүрген шығарсыз. Ал Алтынбек Сәрсенбайды атып тастаған кезде 5-ші байыңыздан 6-ші байыңызға жүйткіп жүрген боларсыз. Міне осындай тобырлық сана болғандықтан, осындай жаңағы ақылсыз басқа жәудіреген көз бүтеді, дуасыз ауызға сылдыраған сөз бүтеді деп, анандай боғауыз сөз айтып, шетелде жатқанша елге келмейсіңдер ма дейді. Елде болдық қой. Біз 6 жыл Қытайдағы түрмеге қамалған 500 миллион қазақтың түрмеден шығуына, біз оны әлемдік тақырыпқа айналдыруға күрес жасадық. Қазақстанда Қытай экспансиясымен күрес жасадық. Бір басынан 15-20 сот өтті. 19 жыл бір қылмыстық іс, бір әкімшілік іс қозғалды. Жарты жылға жуық түрмеде үйғамақта болдым. Естідіңіз ба Серікжан Біләш деген бір қазақты? Жоқ, ана Қайрат Нұртас, анау кім еді, анау Баян Есентай, Баян Алагөз, анау Мейрамбек, Беспай, Сәкен Майғазы, анау тағы кім еді, ана жастар әлі, Димаш. Соларды білесіз, бізді білмейсіз. Мүмкін білмейсіз. Бір айту қашан көрсең, YouTube ашсаң, бір қазанбас жалпақ бет, жалп-жалп етіп сөйлеп отырады. Басты ауыртып, Енді сіз қалай азат боласыз? Қалай азат боласыз? Алтынбек Сәрсенбайды атып тастағанда не істеп жаттыңыз мысалы? Міне, күні кеше орыс экспансиясына қарсы Марғұлан Боранбай менен Танат Намазбайды 5 жылға соттап тастады. Сіз қайдасыз? Бір пост жаздыңыз ба? Ал елге кел дейді. Елге барайын. Мен барғанда Алматыдан күтіп аласыз ба? Менің артымнан ілесесіз ба? Мен атқанда кеудеңізді оққа төсесіз ба? Сосын мені де атып өлтіріп тастасын. Сосын құлағың тыныш болады, жерің кеңейді. Сосын балпылдап YouTube'те сөйлеп, қазаққа идеологиялық ағарту қызметін жүргізетін біреу қалмайды. Сонымен жерің кеңеп, кейін бірден $1000 алып, сонымен бір $1000-ыңа 2 көйлек киіп, сосын тағы бір 7-ші байыңа тисем деп тайраңдап кетесің ғой бүйтіп, Басқа не әңгіме бар? Әділбек Қазбек дейді, марқұм Дулат Ағаділ осыны айтып кетіп еді, Нұрсұлтандық жүйені құртпай, қазақ ешқашан бақытты болмайды деп еді дейді. Дулат Ағаділ сол үшін өлтірді. Себебі ол оянған қазақ. Өкініштісі, Дулат Ағаділді қазақ қорғай алмады. Дулат Ағаділдің артынан миллиондап қазақ ілесе алмады. Міне бұл қасірет. Бізден Зеленскийді мың орайтындар шықты, бірақ артынан ертетін халқы болмады. Бұл неден қалыптасқан жүйе? Неге Украиндар сөйтіп Зеленскийдің артынан ілесе алды? Ал Украиннан Зеленский сияқты шықты. Себебі олар сапалы сорт аман қалған жұрт. Ал біз сапалы сортымызды қырып тастап өңкей тобыр қалған жұртпыз. Ал Дулат Ағаділді қазаққа Құдайдың бере салған сыйы болады. Біз екінші бір Дулат шықса да өлтірдік, үшіншісі шықса өлтірдік. Оны өкімет өлтірмесе, өзіміз қызғанып өлтірдік. Міне содан сорлы болып отырмыз. Осы ит мінезімізден Құдайдың қарғысына қалып отырмыз. Кенесары хан малыңды салыққа тапсыр деді. Себебі малын алып, малды Ташкентке айдап, Иранға Қызылбасқа айдап, одан қару алатын еді Кенесары. Қазақ сонда Кенесарыға малын соғыс кезінде салыққа тапсырғаннан аяды. Кенесары зеңбірек алғысы келді.
Ираннан түріккен зеңбірек алғысы келді. Кенесарының Иранға, түрікке жазған хаттары тарихи жадылардан шығып жатыр. Сол кезде соған қазақ малын бермеді. Салық тапсырғысы келмеді. Өзінің ханына, өзінің патшасына. Ал сол Кенесардан аяған малын кейін ит жеді, орыс тартып алды. Кенесар балаңды әскерлікке бер деді. Қазақ ұлын аяды әскерлікке бергеннен. Сол ұлының басын кейін орыс шапты. Сол Кенесарының қарғысы тиді қазаққа. Менің лекциямды тыңдаңыздар. Хан Кененің қарғысы деген лекциям тұр. Тура сол лекцияны ана Вашингтонда, ана Ақ үйдің алдында тұрып сөйлегем. Артынан жаңағы кім туралы сөйледім, ана әнші кім еді ана? Туғанда көзөнекпен туған, қара көзөнекпен туған әнші кім еді? Ой, анау. Өңкей, мынау бір жүрек туралы ән айтады. Жүрек туралы докторлар ең көп айтады. Мына Қайрат Нұртас көп айтады. Сол Қайрат Нұртас туралы бір лекция сөйледім 10 жылға соттаймын деп. Сөйлесем оның түген 100 мың боп көріліп кетті. Хан Кененің қарғысы дегенім 20 мың боп тұр әлі. Сонда қазаққа Қайрат Нұртас керек ана. Басында грамм ми жоқ Қайрат Нұртас керек. Қайрат Нұртастың басын сенбесеңдер барып ашып көріңдерші. Қасықпен алсаң бір қасық ми шықпайды Қайрат Нұртастың басында. Бір қасық ми шықпайды. Сенбесеңдер сынап көріңдер. Өтірік болса өмір бойы құлың болып өтейін. Қайрат Нұртастың басын ашсаң 1 грамм ми шықпайды. Ал қазаққа сол 1 грамм ми жоқ, көк ми Қайрат Нұртас керек. Ол Қайрат Нұртасты 10 жылға соттаймын десем, елдер бәленбай 100 мың көреді. Ойбай, Қайрат халықтың, қазақтың қайраты ақ көк деп. А Кенесары туралы сөйлесең, бір қазақ көрмейді. Сонда Кенесары қазақтың Кенесарысы емес пе? Тағы қандай сұрақ бар? Ой, мен ашуланып сөйлеп ұрысып кететін боппын ғой, иә. Ренжімеңіздер. Ой, бізде 3 болайын деп қапты. Түстен кейінгі сағат 3 болайын деп қапты. Сіздерде түнгі сағат 1 болды, иә? Ендеше демалайық енді. Жақсы, онда түнде ұйықтаңыздар. Бүгінгі дастархандарыңыздағы әзіл, сол Қайрат Нұртастың 1 грамм миі бар ма, 1 қасық миі бар ма деп талқылап, аман есен жата тұрыңыздар. Менде лекциям міне 48 минутқа кетіп қапты. Бізде түскі сағат 3 бопты. Ендеше демалайық. Баршаларыңызға амандық, саулық болсын. Ой, мынау бізде енді уақытты айта салайық. 2022 жылдың наурызының 30-ы түстен кейінгі сағат 2-ден 51 Америка құрама штаттары, Вашингтон қаласы. Баршаларыңыз аман сау болыңыздар.